Белгілі ғалым Әуелбек Қоңыратбаев қазақ халық үшін Қорқыттың эпостық жырлары мен музыкасы теңдесі жоқ жаңалық, үлкен прогресс болды деп жазған екен. Армысыздар ардақты көрермен, бүгінгі 8-ші сыныпқа арналған қазақ әдебиеті бағдарламасында Қорқыт ата кітабымен таныс боламыз. Қорқыт ата түркі халықтарына ортақ ұлы ойшыл, жырау, қобызшы. Ол өмірде ізі артында әдеби музыкалық мұрасы қалған тарихи тұлға ретінде белгілі. Оның өмір сүрген кезеңі туралы ғылымда әртүрлі болжамдар қалыптасқан. Алайда зерттеулердің көпшілігі Қорқыт ата Сырдария бойында өмір сүрген деген деректі алға тартады. Тарихи шежірелердің бірінде ойшылды қай тайпасынан шыққан десе, екіншісінде оның тегі баят екендігі, оғыздардың елбегі болып 95 жасқа дейін өмір сүргендігі айтылады. Бұл жерде Қорқыт ата үлкен ақын, абыз ретінде, көреген, үлкен ұстаз ретінде көрініп кетеді. Мысалы, Қорқыт атасы ешбір, оғыздардың кезінде, оғыз тайпаларының ішінде ешбір мәселе шешілмеген. Сондықтан қандай да бір мәселе болатын болса, соның басына оғыз қалған Қорқыт атаны шақырып отыратын болған. Сондықтан міне қай бір жырын алсақ та, бұл жерде бас кейіпкерлерінің бірі ретінде Қорқыт ата жүреді. Сыр жағасына жақын жерде Қорқыт атаның зираты болғанын Әбубәкір Диваев сынды ғалымдар өз еңбектерінде атап өтеді. Әуелбек Қоңыратбаевтың зерттеулерінде жырау 11-ші ғасырдың басында дүниеден өткен делінсе, Әлкей Марғұланның еңбектерінде ол 7-8 ғасыр аралығында өмір сүрді деген пікір бар. Қорқыт ата жайындағы аңыздардан оның бойында 3 түрлі өнердің болғанын аңғарамыз. Біріншіден, ол Оғыз Қыпшақ ұлысынан шыққан айтулы бақсы абыз. Екіншіден, күйші, қобыз сарынын алғаш туындатушы өнерпаз. Үшіншіден, әйгілі жырау. Оның жырлары Оғыз Қыпшақ өмірін бейнелеген баға жетпес мұра болып табылады. Түбі бір түркі халықтарының ортақ ойшылы саналатын атақты ақын, күйші, философиялық мазмұны терең аңыздардың кейіпкері Қорқыт бабамыз баршамыздың рухани болмысымыздың алтын арқауы болып табылады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Түркі халықтарының фольклорындағы Қорқыт ата туралы аңыз әңгімелердің бірі оның дүниеге келуіне байланысты. Қорқыт туғанда Қаратауды қараңғылық басып, сұрапыл дауыл соққан, содан Қараспан тауы деп аталған деседі. Ел аузында Қорқыт туар кезінде Қараспанды су алған, қара жерді құм алған деген сөз бар. Қорқыт осылай елді қорқыта туғандықтан Қорқыт атаныпты дегенде аңыз бар. Тағы бір аңызда Орта Азияға ортақ кейіпкер Көроғлы сияқты көрден туған болып шығады. Анасының құрсағынан шыға салып сөйлеп кетіпті. Ел есінде ерекше сақталған батырлардың тез-тез өсіп жетілуі батырлық жырлардың бәріне ортақ. Мысалы, Оғыз батыр, Қобыланды, Алпамыс батырлар күн санап, сағат санап өскен. Қорқыт ата айтыпты, Қорқыт ата сөз етіпті деген осында нақыл сөздері көптеп кездеседі. Бұл жерде алып қарайтын болсақ, үлкен философиялық мәселелер қозғалады. Мысалы, тәрбие мәселесі, адамгершілік мәселесі, мысалы, әйел таңдау мәселесін алып қарайтын болсақ, бұл жерде жеке-жеке сөз етіледі. Ал енді осы бір ерекшелігі, осы нақыл сөздері осы күні түркі халықтарында көпшілігінде мақал-мәтел түрінде айтылып жүр. Қорқыт 20 жасқа жеткенде түс көріп, түсіндегі ақ киімді кісі 40-тан артық өмір сүрмейсің деген. Содан желмаясына мініп алып, өлмейтін жер іздеуге шығады. Қазақ тарихында желмаяға мініп, жанға жайлы жер іздеген екі ойшыл бар. Бірі Қорқыт, екіншісі Асан Қайғы. Бірде Қорқыт жүріп келе жатса, алдынан көр қазып жатқан адамдар шығады. Қорқыт олардан бұл не деп сұрайды. Сонда көр қазып жатқан адамдар Қорқыттың көрі деп жауап береді. Жан сақтауға жер қалмаған соң, әйгілі жырау сыр суының үстіне кілем төсеп, қобызын тартып, сонда отырады. Қорқыт ел есінде қобызды алғаш жасап тартқан адам. Қорқыттың жанын алғалы келген ажал күндіз түні күңіренген қобыздың дауысынан жақындай алмайды. Неге келгенін ұмытып тұрып қалады. Қорқыт көп уақыт өліммен алысады. Өлімді бәрібір жеңе алмайды. Шаршап қалғып кеткенде ажал жылан кейпіне еніп шағып өлтіріпті.
Қорқыт туралы тағы бір ел аузында айтылатын аңызда көңіренген қобыздың дауысын естіп, маңайдағы жұрт дарияның екі жағынан жиналады. Кешке соққан самал желмен қобыз үні арқаға дейін жетеді екен. Қорқыттың өлімнен қашуы одан бұрынғы Тұран патшасы алып ер тұнғаның да басынан өткен. Ол дағы өлімнен құтыла алмай ажал құшқан еді. Қорқыт ата кітабының сюжеті 15 ғасырда проза түрінде хатқа түскен. Әдебиет зерттеушілері Әлкей Марғұлан, Әуелбек Қоңыратбаев, Мырзатай Жолдаспеков және Еуропа зерттеушілері бұл кітапты жыр тілімен жазылған жыр үлгісі деп бағалайды. Қорқыт ата кітабының екі нұсқасы Германияның Дрезден қаласында, екіншісі Ватиканда сақталған. Дрездендегі нұсқасы 12 сюжеттен, Италиядағы нұсқасы 6 сюжеттен тұрады. Жыр орыс, неміс, итальян тілдеріне аударылған. Қазақ тіліне Әуелбек Қоңыратбаев, Мырзатай Жолдаспеков сияқты ғалымдар аударып бастырған. Қорқыт ата ескерткіші бұл 8-9 ғасырларда дүниеге келген ескерткіш. Құрамында 12 жырдан тұрады. Расында да бұл сол кездегі түркі халықтарының, оның ішінде Оғыз, Қыпшақ тайпаларына байланысты тарихи деректер беріледі. Бұл тайпалардың өзара бірігуі туралы, өзара бірігіп жаулармен соғысуы, жорықтары, одан кейін бұлардың салт дәстүрлері, әдет ғұрыптары бәрі түгелдей беріледі. Бұл әрине тарихи тұрғыдан алып қарағанда. Ал енді мына эпикалық шығарма ретінде қарайтын болсақ, сөз жоқ, бұл 12 жырдың әрқайсысы жеке дара үлкен бір шығарма. Тілі жағынан қазіргі қазақ, түркмен, Әзербайжан тілдерімен, ал эпикалық сарыны түркі эпостармен ұқсас жыр. Қорқыт ата кітабында әңгіме болған Оғыз тайпаларының оқиғасы қазақ тарихына, қазақ әдебиетіне тікелей қатысты. Қорқыт ата 8 ғасырларда одан да бұрын туған аңыздардың уақыт бедерінен біраз өзгеріп хатқа түскен түрі. Кітапта Дерсеханұлы Бұқаш туралы жыр, Байбөрі баласы Бамсы Байрақ, Тоқа баласы Ежүрек Темірұл, Төбекөз Дәуді өлтірген Бесат Батыр, Оғыз Қаңлы баласы Хан Төрәлі туралы жырлар бар. Қорқыт ата қазақ ойшылы, есі түркіге ортақтана. Кітаптың кіріспесінде Баят руынан Қорқыт ата дейтін білікті, сәуегей адам болыпты. Тәңірі зердесіне салған соң, оның барлық болжамдары қатесіз болған. Оғыз тайпаларында Қорқыт ата ең қиын деген мәселелерді шешкен, деп жазылған. Кітапта Қорқыт дананың ел аузында қалған нақыл сөздері келтіріледі. Бір таңғаларлығы, осы нақыл сөздер түгелімен қазақ мақал мәтелдерінде бүгінге дейін айтылады. Мысалы, құмды қанша үйгенмен төбе болмас, қараесектің басына жүген таққанмен тұлпар болмас. Бұл нақыл сөздер қазақта күл жиылып тас болмас, күң жиылып бас болмас деп айтылады. Қорқыттағы тозған мақта боз болмас, ежелгі жау ел болмас деген мақал бүгінде сол күйінде айтылады. 18 ғасырда өмір сүрген Махамбет бір өлеңінде Қорқыт атаның ізімен ежелгі жау ел болмас, етектен кесіп жең болмас дегені мәлім. Қорқытта ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Сондай-ақ ұл атадан көрмейінше үгіт алмас, қыз анадан көрмейінше үлгі алмас деп айтылса, бүгінде бұл мақал ата көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер, немесе ұяда не көрсе ұшқанда соналат деп айтылады. Қадірменді көрермен, сіздер Қорқыт ата кітабымен таныстыңыздар. Қазақ әдебиет тарихында қайталанбас жауһар дүниенің қанша уақыт өтсе де маңызын жоймайтындығына куә болғандаймыз. Ендеше қашанда жақсы кітаптың жан азық екендігін естен шығармайық. Осымен мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.